Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен кепкен қамырдан өте дәмді болып шығатын ыңқуырдақ тағамын бірге дайындайтын боламыз. Каналдан алыстамаңыздар, тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеп алыңыз, алдағы уақытта түрлі пайдалы видео рецепттермен бөлісемін. Мінекей қамыр дәл осылай кептіріліп жасалатындықтан қамыры өте тез әрі жабыспай дәмді болып пісетін болады. Ал ендеше бастаймыз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға май құйып аламыз. Сіздер кәдімгі сұйық майды құйсаңыздар болады. Мен бұл жерде еттің майының бетін, яғни сорпаның бетін осылай қатырып қойғанмын. Соны пайдаландым, өте дәмді болып шықты. Келесі кезекте орташа көлемдегі турап алған етімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Сәл қуырылған соң қазанның бетін бірден жабамыз, және де осылай өзінің сөлі бөліне бастаған сәтте бір үлкен пиязды осылай жіңішке етіп турап, үстіне дәміне қарай тұз салып, былғамаймыз, бетін жауып, сәл бұқтыра тұрамыз. Бір 7-8 минут уақыт өткен соң қазанымыздың қалпағын ашып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және бетін жауып, етіміз өзінің сөлінде піскенше баяу отқа қоямыз. Келесі кезекте қамырын дайындауға кірісеміз. Шарашамызға тұз және де бөлме температурасындағы суды құйып, үстіне бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап тұзы ергенше араластырамыз. Содан кейін ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, қажетті мөлшерде ұнымызды салып аламыз. Және орташа тығыздықтағы еттің қамыры секілді қамырды илейміз. Мінекей, бізде осындай тығызырақ, орташа тығыздықтағы қамыр шығатын болады. Жақсылап қамырымызды қолымызбен осылай қатты илеп, бетін жауып, тындыруға 15 минут уақытқа қоямыз. 15 минут уақыт өткен соң қамырымызды тура ортасынан екі бөлікке бөліп, тағы бір жақсылап июн қандырып илеп, тағы да бетін жауып, 10 минут уақытқа қоямыз. Бұл жерде айта кететіні, біздің отбасымыз шағын болғандықтан мен бұл қамырдың тек бір бөлігін ғана пайдаландым. Егер де сіздерде отбасыңызда көп адам болатын болса, екі қамырды бірден пайдалануға кеңес беремін. Мінекей, біздің қамырымыз дайын. Оған дейін етімізді бір қараймыз. Және етіміздің сөлі осылай азайған сәтте үстінен тура бір кесе, шай кесемен бір кесе су құямыз. Осы суға барлығын пісіріп шығатын боламыз. Мінекей, біздің қамырымыз тынып тұр екен. Енді дөңгелек етіп, кәдімгі еттің қамыры секілді қамырымызды жаямыз. Қамыр тез жайылу үшін бастапқыда осылай басып алсаңыздар болады. Достар, сіздерге қажетті заттардың барлық нақты мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден кіріп қарап, дәл секілді жасасаңыздар болады. Егер де дәл осы тағамды жасайтын болсаңыздар, менімен комментарий бөлімінде бөлісіп отырыңыздар. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді ортасынан тура 4 бөлікке бөлеміз. Және де табамызды қатты отта қыздырып, қамырымызды кептіріп аламыз. Бұл процесс өте тез жүреді, сондықтан да қамырды қатты бір сынып кететін етіп қатты кептіріп жібермеңіздер. Бұл әдісті духовкада жасасаңыздар да болады. Мен өткенде духовкада жасасам, осы жолы табада жасап көрдім. Мінекей, үстінде дәл осындай дөңгелек ақ көпіршік секілді суреттер шыға бастағанда қамырымыз кепті, дайын деген сөз. Екі жағын аунатып осылайша кептіріп аламыз. Мінекей, 4 қамырды бірдей кептіріп болсаңыз, дәл осы видеодағыдай әр қамырды 3 бөлікке бөліп, ортасынан тура бір бүктеп, жіңішке етіп кесеміз. Енді бұл кесудің өзі үлкен тәжірибені талап етеді. Мен ең алғашында өте сондай жалпақ қалың етіп кескен тұғымын. Сіздерге видеосын қалдырып кетемін. Ең алғаш ыңқуырдақ жасағанда менің қамырым өте жуан болып кесілді. Ал уақыт өте келе мен тәжірибе жинап, қазір барынша жіңішке етіп кесуге тырыстым.
Барлық қамырымызды кесіп болған соң үлкен табақшаға мен секілді орналастырып, бетіне сәл сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл өз кезегінде қамырды бір-біріне жабыспас үшін қажет болады. Енді біздің пісіп тұрған етіміздің үстіне жаңағы кесіп алған қамырымызды толықтай салып шығамыз. Енді ешқандай су құймаймыз. Осы судың ішінде тура 7 минуттың ішінде өзі буына пісіп шығатын болады. Естеріңізге салып өтсем, бұл қамыр өте тез піседі, яғни 7 минут уақыттың ішінде. Себебі бұл қамырды жаңа бас кезінде біз жартылай құрғатып, кептіріп, жартылай лаваш секілді пісіріп алғандықтан осындай құрғақ қамыр болып шығады. Яғни сәл майлау болады. Бірақ міне осылай шашыраңқы, өте әдемі, жабыспай бір-біріне дәмді болып шығады. Осымен біздің тағамыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге өте дәмі ұнайды. Сүйікті тағамдарымыздың бірі десек болады. Бетіне кез келген ас көк қалауыңызша сеуіп ұсынсаңыздар болады. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.